Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нағыз гуляш тағам жасайтын боламыз. Рецептін өткізбей соңына дейін қараңыздар. Жаңадан келген оқырман болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен табаға май құямыз. Майымыз қызғаннан соң төрт бұрышты етіп туралған етімізді салып, етімізді қоңырқай түске енгенге дейін шамамен 4-5 минут шамасында жақсылап қуырамыз. Біздің ет кәдімгідей қоңыр түске енуі тиіс. Мінекей достар, біздің етіміз осылай барынша қоңыр түске енеді. Содан соң 4 бұрышты етіп ұсақтап туралған пиязымызды салып, пиязды да шамамен 5-6 минут шамасында жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алғаннан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырып 1-2 минут шамасында қуырамыз. Егер сіздерде газ болса, оттың асты орташа отта тұрғаны дұрыс. Содан соң 2 шай қасық қызанақ пастасын қосып, қызанақ пастасын қосқаннан соң міндетті түрде 4-5 минут шамасында қуырып аламыз. Сол кезде қызанақтың қышқыл дәмі кетіп, тағамымыздың дәмі одан сайын әдемі бола түседі. Содан соң қайнап тұрған ыстық су құямыз. Шамамен еттің жартысынан келіп тұратындай етіп су құямыз. Көп су құюдың қажеті жоқ. Суды құйып, бетін жауып, етімізді толықтай 1 сағаттай пісіріп аламыз баяу отта. Сол арада соусын дайындаймыз. Құрғақ табаға ұн салып, осы ұнды кішкене сарғыш, қоңырқай түске енгенге дейін қуырып аламыз. Мінекей достар, бізде ұнымыз осылай кішкене сарғайып, қоңырқай түске енгенге дейін қуырамыз. Қатты қуырып жібермеңіздер, тағамнан күйген дәм шығып кетуі мүмкін. Кішкене осылай сарғайтып қуырып алсаңыздар жеткілікті. Енді осы ұнның үстіне бөлме температурасындағы суды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің соусымыз дайын. Етіміз толықтай піскеннен соң осы соусты құйып, жақсылап араластырып аламыз да қазанның қақпағын жауып, баяу отта тағы да 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Егерде гуляштарыңыз қою болып жатса, кішкене су құйсаңыздар болады. Мен ешқандай да су құйған жоқпын. Өзі осылай кішкене сұйықтау болып, өте әдемі болып шықты. Мінекей достар, біздің осымен өте дәмді, әрі оңай, ерекше дәмді гуляшымыз дайын. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көріңіздер. Гарнирге мен картопты пюремен ұсындым. Қаласаңыз күрішпен, макаронмен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын достар, рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып қойыңыз.